Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін балалар сендермен 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға қалай дұрыс көбейту керек. Яғни баған түрінде көбейтуді үйрететін боламын. Ең бірінші қарапайым көбейтуден бастап көрейік. Мысалы, қараймыз 234-ті көбейтеміз 2-ге. Ең алдымен балалар бірліктен бастаймыз, яғни артындағы саннан бастаймыз. Яғни 4 бізде бірлік қой. 2-ні көбейтеміз 4-ге 8, одан кейін 10-дық 2 көбейтілемді 3, 6, 2-ні 2 көбейткен кезде 4. Сонда 234-ті көбейтеміз 2-ге 468 шығады. Келесісін қараймыз. 124 көбейтілген 2. Бірліктен бастаймыз. 4 көбейтілген 2, 8 болады. 2 көбейтілген 2, 4 болады. 2 көбейтілген 1, 2 болады. Сонда 124-ті көбейтеміз 2-ге 248 болады екен. Енді 313-ті көбейтеміз 2-ге. Яғни бірліктен 2-ні 3-ке көбейтеміз 6, 2-ні 1-ге көбейтеміз 2, 2-ні 3-ке көбейтеміз 6. 313-ті 2-ге көбейткенде 626 шығады. Бұл қарапайым, яғни тек қана көбейткен кезде бір ғана таңбалы сан шығатын. Бұл қарапайым. Енді мысал үшін қараймыз. 138-ді көбейтеміз 2-ге. Қараймыз балалар. 2-ні көбейтеміз 8-ге. Бізде 16 болады. Екі жердегі 8-ім 16 болса, біз 6-ны жазамыз, яғни бірлікті жазамыз. 10-дықты белгілеп қоямыз. 1 10-дық мұнда, 16 ғой. 6-ны жазып, 1-ді белгілеп қоямыз. 2 көбейтілген 3, 6. Мына жақта 1 10-дық бар. Ойдағы 10-дықпен, сонда 6, ойдағымен 7 болады. 2-ні 1-ге көбейтеміз 2. Сонда 138 көбейтеміз 2-ге 276 шығады. Балалар, түсінікті болды ма? Міне тағы да бір мысал келтірейін сендерге түсінікті болу үшін. 245 көбейтілген 3 деп алайық. 5 көбейтілген 3 бізде балалар көбейту кестесінде 15 болады. Яғни 1 ойда, яғни 1 10-дығымыз ойда тұрсын. 3-ті 4-ке көбейтеміз 12, яғни 2-ні мына жерге жазуымыз керек қой біз. Ойдағы 1 10-дығымызды мұнда жібереміз, яғни 2 ойдағы 10-дықпен 3. Яғни 12, 13 болды. Яғни тағы да біріміз ойда. Мына жердің 1 10-дығы ойымызда тұр. 2-ні көбейтеміз 3-ке 6, ойымыздағымен 7. Сонда 245-ті көбейтеміз 3-ке 735 шығады. Балалар, түсінікті болды ма? Енді осыны бөліп тексеріп көрейік. 735-ті бөлеміз 3-ке. Қараймыз. 2-ден береміз, 6, 7-ден 6-ны азайтсаң 1, 3-ті түсіреміз. Яғни 12 оған жуықтайтын сан бізде 12 болады, 13-ке жуықтайтын сан. 3-ті 4-ке көбейтеміз 12, 1-і түседі, 5-імізді түсіреміз. Яғни 15-ті 3-ке бөлсек 5. Сонда 0 болады. 735-ті 3-ке бөлгенде 245 болады. Сонда есебіміз дұрыс шықты деген сөз. Түсінікті болды ма балалар?